Ардагерлерді ардақтау біздің парызымыз. Ерлік өлмейді, даңқ өшпейді. Олай болса, бүгінгі кейіпкеріміз Қорғанбеков Көпей атамыз 1923 жылы жаңа талап алдында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. 1942 жылы қан майданға аттанады. Өзінің жауапкершілігі мен белсенділігінің арқасында екінші Украина майдан шебінде болады. Бұл ұрыс майданда жүргенде атамыз талай ерліктер көрсете білген. Ардагерлерді ардақтау бүгінгі ұрпақтың еншісінде. Олай болса, бұл жеңіс өжеттілік пен ерліктің, елдік пен батырлықтың берекесі. Үшін қасым қалғанша шайқасамын! Менің атам Көпей Қорғанбек 1923 жылы жаңа талап ауылында туған. 1942 жылы сәуір айында әскерге шақырылып, екінші Украина майданында соғысқа қатысқан. Елге 1944 жылы оралған. Колхозда есепші, сатушы болған, кейін бас жылқышы болып еңбек еткен. Менің атам, менің мақтанышым. Біздің осылай шалқып өмір сүруіміз, біздің дүниеге келуіміз осы кісілердің арқасы. Атамның жемісі менің ерлігім.